Жирен қолға бүйтіп жатқан сатаяғы осы жерде. Соны көріп ұстайық деп ниетімен. Дәреттерің бар ма? Саламатсыз. Бисмилля. Осы қасиетті Көгаса деп аталатын жәдігер осы. Аузу билляхи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Альхамдулиллахи раббил аламин. Мейірім кең рахымды Алла. Осы қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты қасиетті жұма күні сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху рухына уаштадық. Оның отбасына және 4 жадеріне уаштадық. Одан қалды ислам дініне жүрген күллі шейіт болған мүмин мұсылман бауырларымыздың рухына уаштадық. Бекет Мырзаұлының рухына уаштадық. Шектібай бабамның рухына уаштадық. Осы жерде алақан жайып зират етіп келген азамат жігіттердің үйіндегі ата-бабаларының рухтарына уаштадық. Я жатқан жерлерің жайлы болып, топырақтан торқа болғай, жолдастарың иман болғай. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху толынасынан орын алғайсыңдар. Я Раббым Аллах, біліп жасаған, білмей жасаған күнә қателіктерін кешір көр. Я мейірім мол кең рахымды Алла, осы зират етіп келген зиратшылардың зиратын қабыл еткейсін. Отбасыларын аман еткейсін, дендерін сау еткейсін. Пәле-желеден, қауіп-қатерден, тіл көзден, зілзаладан, қайғы-қасіреттен сақтағайсың. Аңсатқан армандарына жеткізгейсін. Ішінен тілеп отқан дұға тілектерін қабыл еткейсін, жолдарын оңғарғайсың, істерін оңғарғайсың. Мейірім мол кең рахымды Алла, осы зиратшылардың зиратын қабыл еткейсін. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабнар бирахматика рахман рахим. Аллаху акбар. Құрметті қауым, мінекей Ақтөбе облысы Қобда ауданы Жеренқопа елді мекеніне қош келіп жатсыздар. Есімім Накеш Әлібек Тұрсынғалиұлы болады. Руым әлімнен тараймын. Ақ кетемін. Руым жаңа туған. Біздің әулетімізде сақталып келе жатқан жәдігер жөнінде әңгіме қозғағымыз келіп жатыр. Әулетімізде 200 жылдан артық сақталып келе жатқан жәдігер қасиетті Көгаса деп аталады. Бұл қасиетті Көгаса осы ислам дінін насихаттаушы, ислам дінінің осы Қазақстан өңіріне келген кезден бастап тарихы бар. Яғни 15-16 ғасырмен шығарған кезеңі. Бұл жалпы жәдігер Пақыржан қазы дейміз, Пақыржан азы дейміз, Пақыржан баба дейміз. Жаңағы Өзбекстанда, Хиуада үлкен ғұлама ұстаз болған екен. Енді бұл жерде қысқаша айтып өтетін болсақ,
Бақыржан Азы барлық өзінің білімін, ілімін жиған тергенін өзінің шәкірттеріне жеткізеді. Соның арасында шәкірт болып жаңа айтып өткендей Бекет атамыз болады. Содан енді өзінің ар жағына өзінің білгенін жеткізгеннен кейін осы исламдың ары қарай насихаттайтын, соның ішінде мына сопылық ілімді ары қарай насихаттайтын шәкірттер қажет болады. Сол себепті шәкірт оқытып, сол шәкірттерінің бірі Бекет ата болады. Барлық өзінің білген жинағын бергеннен кейін Бақыржан Азы өзінің шәкірттерінің барлығын жинайды. Барлық шәкірттерін жинап, ал мен сізге барлық ілімімді бердім, енді ары қарай осы насихаттайсыңдар дегендей батасын беріп, осы қасиетті көк асаны қолына алып, медресе ішіндегі түндіктен көкке лақтырып жібереді аспанға. Бұл аса негізінен қолдан қолға берілмейді, көк арқылы беріледі. Сол себепті бұның атауы көк аса атанып кетеді. Содан асаны көкке лақтырып жіберген кезде барлық шәкірттер жапа-тармағай жүгіріп, бір-бірін итеріп, мешіттен шығып, жаңа іздеп кетеді. Сол кезде мешіттің ішінде жаңа екі шәкірті ғана қалады, оның бірі Бекет ата, екіншісі Оғланды. Содан екі шәкіртіне сұрақ қояды Бақыржан Азы, сіз неге қалдыңыз бұл жерде деп. Сол кезде Оғланды жауап береді, мен бұл асаның қай жерге қонғанын көріп тұрмын, сіздің батаңызды алып мен жолға шығайын деп едім деп. Жақсы, бердім батамды деп батасын береді. Одан кейін Бекет Мырзағұлынан сұрайды, сен неғып қалып қойдың деп. Сол кезде Бекет Мырзағұлы айтады, мен ол асаның қай жерде ұшып бара жатқанын көріп тұрмын, сол себепті сізден батаңызды алып мен де жолға шығайын деп едім деп. Сол екі шәкіртіне батасын беріп жолға шығарып салады. Енді арада қанша уақыт өткені белгісіз. Дей тұрғанмен Бекет Мырзағұлы біраз уақыт жүріп, бір таудың етегінен түсіп келе жатқанда бір екі адамның сұлбасын көреді. Сол екі адамға жақындаған кезде бірі жаңағы өзінің бірге оқыған Оғланды, және екіншісі бір қария шал екен, қария ақсақал кісі. Содан сол жерде аман сау сұрасып, қауышып, сол жерде шамалы әңгіме болады. Жаңағы ең бірінші алғашқы болып асаны тауып алған сол жердегі мал бағып жүрген ақсақал екен. Сол ақсақал ана асаны ешкімге бермей отыр екен, мен тауып алдым, менікі деп. Содан Бекет ата келген соң Оғланды екеуі айтады, ал жақсыз, егер де сіздің жәдігеріңіз сіздікі болса, онда сіз алыңыз деп. Сол кезде жаңағы ақсақал суырып көреді екен, ол орнына аса шаншылған жерінен орнынан шықпайды екен. Содан онда шәкірттер жапа-тармағай жүгіріп кетеді, асаның артынан осы жақын жерге түстау, мен бірінші табамын деген мақсатпен. Дегенмен бұл жерде тағы да екі шәкірті қалып қояды. Біреуі Құлшан ата, Байқошқардан тараған, бірі Шектібай ата, менің жетінші бабам. Ол Әлімұлы Ақкете жаңа туған руынан тараған. Содан жаңағыдай Бекет Мырзағұлы сол екі қалған шәкіртке сұрақ қояды. Бірінші Құлшан атаға сұрақ қояды, сіз неге бұл жерде қалдыңыз деп. Сол кезде Құлшан атаның жауабы Оғланның жауабымен бірдей болады. Мен асаның қай жерге қонғанын көрдім дейді. Сол сіздің батаңызды алып мен жолға шығайын деп едім. Сол жерде батасын береді. Одан кейін, ай, кетенің сары баласы, сен неғып қалдың деп менің атама тіл қатады. Сол кезде менің атамның жауабы сол Бекет Мырзағұлының жауабындай болады. Мен асаның қай жерде ұшып бара жатқанын көріп тұрмын, сол сіздің батаңызды алып мен де жолға іздеуге шығайын деп едім деген. Содан екі шәкіртіне батасын беріп жолға аттандырады. Жолда кетіп бара жатқан кезде Бекет Мырзағұлы менің бабама айтады, ай, кетенің сары баласы, сен жолда адасасың. Сол кезде Алла тағаланы бір есіңе аларсың, мені бір есіңе аларсың, бір дұға етерсің деп айтады. Содан бұл кісілер жаңағы жолға аттанып іздеуге кетеді. Бұл жерде де қанша уақыт кеткені, қанша уақыт іздегені белгісіз. Жаңағыдай бір таудың алай-түлей дауыл басталып, дым көрінбей кетеді. Мықты дауыл басталады, сол кезде жаңа атамыз адасады жолда. Сол кезде тоқтап намазын оқып, Алла тағаладан көмек сұрап, сол кезде алдынан бір киік шығады екен.
сол киік осы бір бекет ата айтқандай осы бір белгі болды ау деп сол киіктің артынан мен еріп отырайын деген шешімді қабылдап сол киіктің артынан еріп отырады. Сол киіктің артынан еріп отырған кезде бір таудың етегіне алып келеді киік. Сол таудың етегіне келгеннен кейін дауылда бастады, киік те жоқ болып кетеді екен ізім қайда. Сол кезде таудың етегінен бір екі адамның сұлбасын көреді. Сол кісілерге жақындаған кезде барса, бірі жас бала екен, бірі жаңағы Құлшан ата, өзінің бірге оқыған. Енді Құлшан атаның 2-3 жыл үлкендігі болады екен менің Шектібай бабамнан. Содан барған кезде аман сау сұрасып қауышып, жаңағы тауып алған жас балаға айтады, бала сен елге бар, біз осындай жерде тұрамыз, сүйінші сұра, айт, қасиетті аса табылды деп. Содан бала айтады екен, мен қалай малымды тастап кетем деп. Сол кезде оған қам жеме деп, жаңа аталарымыз сол жерде бұрдағаны оқыған кезде малдың барлығы бір жерге иіріліп тұратын болған екен. Содан жаңа баланы елге жібереді, бала елге барып сүйінші сұрап кетеді. Содан енді Шектібай бабам айтады Құлшан атаға, сенің енді не де болса ағайындымыз, сенің жасың үлкен, сен бірінші көр деп. Содан Құлшан ата суырып көреді екен, Құлшан атаға бұйырмайды екен. Аса орнынан қозғалмапты. Сол кезде біздің Шектібай бабамыз жаңа дұғасын оқып суырып қалған кезде оп-оңай аса орнынан суырып шығады екен. Енді бұл жерде тағы да ары қарай әңгіме болмасын, дау болмасын деген мақсатпен біздің атамыздың енді даналығы да олар асаны қайтадан орнына шаншып қояды да, ертең арамыз дұрыс болсын деген мақсатпен осы жерге түнейік дейді. Осы жерге түнейік, таңертеңгісін белгілі болады. Содан екеуі сол жерге түнейді, таң намазына оянған кезде осы қасиетті көк аса біздің атаның бас жағында шаншылып тұрады екен. Бұл жерде енді ешқандай дау жоқ, аса осы атамызға бұйырған деген белгі. Содан екеуі елге оралады. Елге оралғаннан кейін қалың қарамал сүйіншісі жиналған екен, біраз үйде ауылда той болып жатыр екен, асаның табылғанның құрметіне. Содан бекет атам Құлшан атаға айтады екен, Құлшан, мына жиналған сүйінші қарамалдың барлығы саған, сенің 7 атаңа дейін ешқандай таршылық көрмейді деген бата береді екен. Ал Шектібай, мына аса саған бұйырды, бұл аса сенің 7 атаңа дейін желеп жебеп тұрады, ешқандай жамандық, қайғы қасірет әулетіңде болмайды деген батасын береді екен. Сөйтіп, осы жәдігер біздің әулетімізге келеді, осы 200 жылдан артық атадан балаға беріліп келе жатқан мирас. Енді бұл мирасты менің әкем Тұрсынғали Латыпұлы маған табыстап кетті. Осы қазіргі кезден бастап, осы 2013 жылдан бері осы қасиетті асаның сақтаушысы болып келемін. Қысқаша тарихы осындай. Қази болған, Хазірет болған, дін жолында жүрген Құсайын дейтін атамыз, Уфа соборный мечет дейміз, Уфа сол кездегі мықты мешіттерінің бірі. Сол мешітте 4 жыл бойы қади болып қызмет атқарған. Ал қади дегенді өзіңіз білесіз, ол деген тайный голосованиемен шешіледі, және де тек қана 1 жылға сайланады. Бұл атамыз сол жерде 4 жыл бойы қади болып қызмет атқарған. Осы мына қасиетті асаның құпиясын сол кісі біздің әулетімізде енді өте жақсы меңгерген адамдардың бірі деп айтсақ болады. Бұл атамыз жайлы қысқаша айтып өтсем бола ма әлде? Бұл Құсайын атамыз жаңағы кеңес үкіметінің уақыты, өзіңіз білесіз, қолдалау заманы. Сол кезде мына Ақбұлақ істейтін Орынбор, қазір Орынбор облысына байланысты Ақбұлақ ауданы бар. Сол Ақбұлақ ауылынан өтіп бара жатқан кезде артынан НКВД түседі екен. Сол бір үйге кіріп, осы асаны аманат етіп кеткен бір апайға. Менің артымнан НКВД қуып келе жатыр. Мына асаны Ақсайға, Латыпқа немесе Апсат деген кісіге жеткізесің, аманат саған. Ал мені қазір ұстайды деп, сол асаны тапсырып, өз үйден шығып кетеді екен.
сол кезде жаңағы сол апамыз жарды ойып, жардың қабырғасын ойып, сол қабырғаның ішіне өзінің қорабы болды, ағаш қорабы әлі де бар. Сол қораптың ішіне салып, жардың ішіне қалап тастаған екен, сыртын майлап. Атамыз сол Ақбұлақ станциясынан шыға беріс кезде НКВД қуып жетіп алып, атамды ұстап алады екен. Атамның да көріпкерлігі болған екен. НКВД ұстап алады. Содан қазіргі таңда атақты Россияның атақты түрмесі бар, Черный дельфин дейміз ғой. Дүстөбе қаласында орналасқан. Сол Дүстөбе қаласындағы түрмеге абақтыға қамайды. Содан атамыз жалпы дінді өте жетік меңгерген, оқыған, намазын таза жерде оқыған екен. Жаңа дұғаларын оқыған кезде камералардың есіктері ашылып, далаға шығып, намазын оқып, қайтадан ішке кіретін болған. Содан мына іштегі күзетшілер қорқып, Орынборға уезге звондап, мына кісіні алып кетіңіз, біз бұл жерде ұстай алмаймыз, себебі қорыққан енді қашып кетеді. Содан қорыққан Орынборға апарар кезде атамыз 3 күнге үйіне сұранған. Ең болмаса үйге барып сұранып келіп, үйге барып үймен қоштасып келейін деп. Сол 3 күн уақыт берген екен. 3 күн барып, атамыз елмен қоштасып қайтып берген. Қайтып келіп, сол Орынбордың түрмесіне қамайды. Сол Орынбордың түрмесіне қамайды да, сол жерге өлім жазасына қияды. Расстрел дейміз ғой. Бірақ сол түрменің начальнигі қызы болады екен, оның қызы бір сырқат ауырады екен. Сол қызын атамыз сырқаттан емдеп берген екен. Емдеп берген, соның жаңағы саған айтқан жаңағы рахметім болсын деп, бұл кісіні 2-3 жылдай бір бөлек камерада ұстап, жаңағы өлім жазасына қимаған екен. Жаңағы 2-3 жыл болса да өмір сүріп қалды. Одан жаңағы түрменің басшысы ауысады, бөтен басшы келгеннен кейін бәрібір де атамды өлім жазасына қиып атады екен. Оны да біз осы бір 10 жылдықтың ішінде білдік, бір ФСБ-нің генералдарына шығып, үйтіп жаңа личный делосын сұраған кезде сондай бізге жауап берді. Түрмеде Орынбор қаласында қайтыс болған деп. Сол ол кісі қазірет болған кісі, өте білімді болған кісі, енді сол соңғы дін жолында мықты жүрген аталарының бірі сол. Одан кейінгі жаңағы асаны бір 3 айдан артық па жаңағы апамыздың үйінде жарда қаланып сақталып тұрады. Сол аманатқа қиянат жасамайын деп, қыстың ішінде мәкен өгіз арбаны жегіп, Ақбұлақтан жылдары. Ол 63-64 жылдар. Содан мына Қобда ауданына қарасты Ақырап ауылында Ақсай деген елді мекен бар. Сол Ақсай деген елді мекенде жаңа туғандар мекендеген. Сол негізі жалпы ата-бабалардың барлығы Ащы ойылдың бойын мекендеген. Ащы ойылдың бойын мекендеген. Сол Ащы ойылдан Орынбордың уезінің губернаторынан жер сұрап, сол жерден жаңа осы Ақсайдан жер бөліп, жаңа туғандарға сол жерден жаңа туғандар қоныс қаққан. Содан сол Ақсайға жаңа өгіз арбамен жеткізіп, Апсат деген атамыздың үйіне тапсырады асаны. Ал мынау сіздің атаңыздың аманаты, осыны жеткізіп тұрмын, енді менде бұл жәдігерді көп ұстай алмаймын дегендей. Сол Апсат деген атамызға тапсырады. Ол кезде менің Латып деген атам, әкемнің әкесі. Сол Орынбордың айналасында бір станцияда, теміржол станциясында қызмет атқарады. Ол кісі де Ұлы Отан соғысына қатысқан, гвардия капитаны, офицер болған кісі. Содан соғыс аяқталған соң медреседе оқып, мешітте ілім алып, жалпы бала кезінен дінге жақын болған ғой атам. Өзінің әкесінен, атасынан көрген, біліп тоқыған. Содан сол атамызды шақыртады Апсат атамыз. Ай бала, сен елге қайт, асаңа өзің ие бол деп, сол шақырып, қайтадан асаны менің Латып деген атамы тапсырады. Атамды көрген жоқтың, атам ерте қайтыс болып кеткен. Жалпы біздің әулетімізде атасы немересін көрмей кеткен екен. Сол Латып атамыз дүниеден озғаннан кейін менің әкем, одан Латыптан жаңағы Сламғали, Тұрсынғали және Баян деген қызы болады екен, 2 ұл, 1 қыз. Сол Тұрсынғалиға
атамыз осы асаны аманат етіп кетеді. Содан менің әкем осы 2013 жылы қайтыс болды, дүниеден озады. Сол дүниеден озар алдында осы қасиетті жәдігерді маған аманат етіп кетеді. Бізде үйде үшеуміз, Әліби деген ағам бар, Сәуле деген апам бар. Мен осы үйдің қара шаңырағы кенжесімін. Әлібек. Қай жылысың? Мен 83 жылы. Ал сізге көрсетейін. Не ол? Үш жерде отырсыңдар ғой, ата, Шалқар жаққа барған жоқсыңдар ма? Жоқ, ол жақта болған жоқ. Осы Ақсайды мекендедік. Осы мекенде. Осы мекенде. Ақсайдан осы Жиренқопа еліне 1991 жылы көшіп келдім мен. Әкелерім 91 жылы қызмет бабымен көшіп келдім. Шектібай атаның жатқан жерін таба алмадым. Соны іздеп, біраз іздедік. Осы Ащыойылдың бойын мекендеген деп айтады. Мына Қаңбақтсайда болдыңыз ғой. Қаңбақтсайдың ар жағында, мына почти Миялы мен границада бір Ащыойылдың бойында бір үлкен қорым бар екен. Сол қорымда жерленген дегенді айтады. Сол әкем тірі кезінде сол жерге барып, бір темір қазық қақып кеткенбіз. Ол мына Ащыойылдың ескі руслысы. Өзек. Иә, ескі өзегі. Қазір мына жаңа өзекпен ағып отыр ғой Ойыл өзені. Бұл жер жаңағы, ол да бір Алла Тағаланың құдіреті шығар. Жаңа жердегі қорымды жыл сайын су тасығанда су шайып кете беретін болған. Содан арна өзгеріп, айналып өтетін болған. Сол ескі арнаның бойында жерленген деген әңгіме бар. Бірақ ол да нақты емес. Аралай, көрейік. Біз көрдік қой да, жаңа туған бөлімі деген оқыдың ғой сен да. Ұзын. Құлшан атамыз бар ғой. Ұзын құлыптастар. Ұзын құлыптастар. Құлшаннан ұрпақ болды ма екен? Құлшаннан ұрпақ қалмаған екен. 17-де. Қасиетті Асаның Құлшан атаға бұйырмаған себебінің бірі де сол деп айтады. Ата білген болсын. Ата біліп тұрған болып тұр. Енді бұл да Алланың әмірі ғой, ары қарай ұрпақ болмайтын болған жерде бұл кісіге бұйырмаған деген әңгіме. Бірақ бір әңгімелерде осы Асаны суырып жатқан кезде Құлшан атамыз айтқан екен, ай бір үйдегі жеңгеңнің бір кішкене бір қатты мінезі бар еді, мүмкін сол жібермей тұрған шығар деп бір айтып қалған сөзі бар дейді. Бірақ енді ол кезде ол пендешілікпен айтқаны ғой. Жәдігер мінекей жаңағыдай айтып өткендей, осыған мына жаңа өзіңіз барып көрдіңіз, Қобыланды батырдың жатқан жерін көрдіңіз, қандай жағдайда екен, қандай деңгейде екенін көрдіңіз. Осы Қобыланды батырдың осы кесененің салуына бірден бір себепші болған осы қасиетті көк аса. Айтып жіберіңіз соны. Бұның да тарихын айтып жіберейін. Жалпы бұның тарихы көпшілікке қалай, мен де жақын айналадағылардың баршасы да біледі ғой, бірақ көпшілікке қалай белгілі болғанын. Баршаңыз білесіңіз, өзіңіздің тумаларымыз Әбіш Кекілбаев. Қасиет өте үлкен ғұлама адамдар тұлғалардың бірі ғой осы. Сол кісі біреулерден әңгімеден естіп біледі, ал осы Қобда Ақтөбе облысында, Қобда өңірінде осындай қасиетті аса бар деп естідім деп, содан Алтыншаш Жағанова деген апамыз жібереді. Алтыншаш Жағанова ол кезде Қазақстан әйелдері журналының бас редакторы болып жұмыс жасайды. Өзі Қыпшақтың қызы, Адайдың келіні. Сіз соны барып біліп көріңіз деп Алтыншаш Жағанованы жібереді. Алтыншаш Жағанова 94 жылы келеді. 94 жылы келіп, өз көзімен көріп кетеді. Содан әкем айтады, сен ал енді Адайдың келінісің, Қыпшақтың қызысың ғой. Осы жерде жаңағы бұдан басқа Қара Қыпшақ Қобыландының жерленген жері бар, соны да көрсетейін деп, сол жерді де көрсетеді. Содан Алтыншаш Жағанова қайтадан елге оралып, 95 жылы Әбіш Кекілбаев өзі келеді. Естіп, Әбіш Кекілбаев келіп кетеді, оны ары қарай Иманғали Тасмағамбетовке айтады. Иманғали Тасмағамбетов осындай қасиетті жәдігерлермен өзі қызығады, өзі тарихшы ғалым болғасын, ол да қызығушылығын білдіріп, 1996 жылы осындай сіз сияқты экспедиция құрып, осы жаққа келеді. Ол құрамында жаңа Әбіш Кекілбаев та болады экспедицияның. Содан осы Асаны көріп, Асаны сұрайды. Енді ол кезде Асаны әкеміз бермейді, бұл атадан балаға беріп кеткен мұра болғасын жерде, оның киесі бар, қасиеті бар, сол себепті бұл әкең беріле қоятын зат емес. Содан әкеміз жаңағы Қобыланды батырдың жатқан жерін көрсетеді. Содан Қобыланды батырдың ісі ары қарай қозғалып, мінекей осы күнге жеткізген
осы себепшілердің бірі осы қасиетті көк аса. Осы қасиетті көк асаның арқасында Қобыланды батырдың үлкен кесенесі салынды. Содан Иманғали Тасмағамбетов 96 жылы шақырады, онда сіз келіңіз Алматыға, біз осы жәдігерді экспертиз жасайық деп. Жаңағы әкем, анам және ағам үшеуі Алматыға барып, осы асаға экспертиз жасатады. Экспертиза жасап, сол жерде жаңағы осының заключениесі бойынша бұл жаңағы высший пробы стальдан жасалған, 15-16 ғасырда жасалған деп береді. Және мына әшекейлері күмістен соғылған, ең жаңағы биік дәрежедегі пробыдағы күмістен жасалған. Күмістен жасалған. Енді бұны жаңа сіз сияқты, сіз мәселен жаңа неше түрлі ғалымдар бар ғой, енді сіз қылып тастап қойтын болсаңыз, осындай бұл әшекей емес дейтін, бұл жазу деп айтады. Бұл жазу, осы жазуды оқитын адамдарда келіп, көріп, оқып, өздерінше оқығандай болды, бірақ дей тұрған мен бұл толыққанды 100% ешкім бұны оқыған жоқ. Бұл тек пайымдау бойынша, жаңа ғалымдардың пайымдау бойынша, мына бергі бетінде әлиф, ләм, мим деген жазу бар дегенді білдіреді дейді, айтып өтті бізге. Яғни бұның мағынасы бір Алла Тағала ғана мәлім деген сөз. Ал екінші жағында басқаша өрнектелген, бұл жерде жаңағы ғалымдардың пайымдауы бойынша Таха сүресі жазылған дегенді айтады. Таха сүресі жазылған деп айтады. Жаңағы өзіңіз Таха сүресін білесіңіз, бұл жерде Мұса пайғамбардың аса ұстап тұрған жөнінде айтылады. Ол асаны жерге лақтырып жібергенде, ол жылан болып жорғалап кетеді дегенде айтылады. Яғни бұл жерде де мынау жаңа кобра дейміз ғой, жыланның капюшон іспеттесі қылып жасалған, соғылған. Яғни жалпы бұл жәдігер ғалымдардың пайымдауы бойынша Иран жағынан келеді деп айтады. Парсылардан. Енді жалпы бізге ислам діні сол парсылардан келеді ғой. Иә. Жалпылама айтқанда сояқтан тарайды. Ал бұл осы мінекей жәдігер, бұл жаңа айтып өткендей мына жерде насечкалары бар. Екі жағында 3-3-тен, бер жағында 14, бер жағында 14 қосқанда 28. Жаңағы біреулер айтады, бұл жаңағы календарь ретінде күн санауы болуы мүмкін деп. Неше түрлі пайымдаулары бар. Бұның енді анық қанығын ешкім біліп айта алмайды. Бұның барлығы сызықтардың барлығы жазу дейді. Бізге бір құпия сыры бар ғой. Сол себепті де бұл аса кез келген адамға бұйырмайды, жаңа орнынан суырып алып тұрған себебі де сол. Бұны жаңағыдай ислам дінін 100% толық меңгерген адам, бұл жерде жасырын дұғалар жазылған деп айтады. Сол толық меңгерген адам ғана бұл дұғаларды біліп оқып біле алады дейді. Сол дұғаларды оқып білген адамға ғана бұйырады дейді, ала алады деген мүмкіндік білдіреді. Енді Сварка сияқты, бұл соғылған ғой, соғылған. Барлығы да соғылған. Бұның жаңа тәртібін сұрап отырсыз ғой, кезінде бұл жәдігер жалпы әйел затына ұстатпаймыз. Сосын дәретсіз ұстатпаймыз. Оның себебі кезінде бір үлкен апамыз дәретсіз ұстап қалған екен. Дәретсіз ұстап қалған кезде мына жерден көрінеді, аса ортасынан сынған екен. Аса ортасынан сынған екен, бірақ бұны қайтадан жалғап орнына келтірген. Ұсталар, сол кездегі ұсталар. Анжыр сварк деген ғой. Қай жер? Ағамызға беріңізші. Істеп ағамыз. Адынан тұрып тұр. Біз киім шешім ағдайымызға беріңіз. Содан Рахмет інім. отыра бер. Айта бер әңгімені. Әлібек деген бауырымыздың үйінен шықтық. Асат аяғының тарихын тыңдап, өте әсерлі. Енді жарап Абат Байтақ деген жерге үлкен пантеон, үлкен қорымға жол тартамыз. Осы елді мекен Жиренқопа, Ақтөбе облысы, Қобдадан 100 шақырымдай. Ауа райы керемет. Жел. Кеше жаңбыр жауды. Әлі су тұр.
Al endi. Bu safar her kuş alıp otur. Küçüyüp baradır bargan sayın. Mana payız bargan sayın küçüyüp baradır. Hay. Aslanış bakaydı gene. Bastırmasanız oldu. Davay gidik. Davay aytılmasa olmaydı.